31 желтоқсаннан бастап тауарға ілеспе жүк құжаттарын пайдалану бойынша пилоттық жоба іске қосылады. Бұл құжат жаңа жылдан бастап электронды форматта рәсімделеді. Бұл іс-шара шетелден жүк тасымалын жүзеге асыратын облыс кәсіпкерлеріне мемлекеттік шекарадан өту тәртібін жеңілдетпек. Заңнамалық өзгеріс бойынша салық төлеушілер нені басты назарға алуы тиіс. Сондықтан немесе тауарларға арналған ілеспе жүк құжат дегеніміз бұл жүкті екінші адам сатып алған кезде талап етілетін ілеспе бухгалтерлік құжат. Бұл құжат жаңа жылдан бастап электрондық түрде рәсімделіп, тауарды сүйемелдейді. Тауарға қатысты ақпараттың барлығы электронды шот фактуралар жүйесінде тіркеліп, жедел түрде сатушыдан сатып алушыға жібергені расталады. Бұл жоба қадағалаушылықты арттыру мен модернизациялау мақсатында қолға алынды. Установлено поэтапное внедрение. Тауарларға ілеспе шот фактураларды кезең-кезеңімен енгізу жолға қойылды. 2021 жылдың 1 наурызынан бастап тауарларға ілеспе құжаттарды кедендік одақ шеңберінде экспорттық импорттық операцияларды жүзеге асыратын